Достар, Орал және Атырау қалаларын толықтай су басып кету қаупі бар. Бірақ көп адамдар түсінбей жатыр, су қайдан келе жатыр? Қай жақтан келген топан су? Мен түсіндіре кетейін, толықтай тыңдап шығыңыздар. Бұл су Ресейден келіп жатыр. Ресейде Гуглда іздесеңіздер болады. Ириклинский водохранилище деген өте үлкен су қоймасы бар. Ол Ресейдегі ең алып су қоймаларына жатады. Оған 8 жыл бойы тоқтамай суды толтырған және жыл сайын толтырып отырады. Ириклинский водохранилищеден шыққан су Урал өзеніне келіп ағызады. Ол Орскқа келеді, Орстан Оренбургқа, Оренбургтан Оралға, Оралдан Атырауға және Атыраудан Каспийге келіп құяды. Яғни Каспий теңізін толтырып отқан өзендердің бірі ол Жайық. Енді жүйе былай ғой негізі. Күзде Ириклинский водохранилищенің суын бір 70%-ға дейін түсіреді. Себебі қыста қар жауады, ол еріген кезде 90%-ға өзі-ақ көтеріледі. Осы жылы, білмеймін, күзде суды аз ағызып қойды ма, немесе қар көп жауды ма, Ириклинский водохранилищенің суы шегіне дейін жетіп тұр. Оның қандай қаупі бар? Ол су қоймасы жарылатын болса, жалпы жер бетінде Орск, Орынбор, Орал, Атырау деген қалалар жойылады. Толықтай су басып алады және өте үлкен адам шығындары болады. Сондықтан да осының алдын алу үшін Ресей суды алдын ала Ириклинский водохранилищеден ағызып жатыр. Бірақ бұрынғыға қарағанда көбірек су ағызылып жатыр. Ол келіп Орскты басып алды. Это не шутки. Уходите сами, забирайте документы. Срочно покинуть свои дома призывают жителей Кургана и Оренбурга. Уровень воды в реках стремительно растет, пик паводка еще впереди. Одан келіп Оренбургты басып алды, ол су Оралға келіп жатыр. Енді жыл сайын ағызатын суға қауіп неде десеңіздер, 1942 жылы Орал қаласын толықтай су басып алған болатын, сол Жайықтың суы. Ол кезде Оралға келген судың деңгейі 9 метр болған. Ал қазір бүгін таңертең Оренбургты басып алған судың деңгейі 11 метр 25 сантиметр. То есть 42 жылғы су тасқыннан да қауіп өте жоғары болып тұр. Сондықтан да бүкіл Қазақстан уайымдап, қала-қаладан, Алматыдан спецтехникалар жіберіп, бүкіл волонтерлар келіп, Орал Атырау қаласында көмек беріп жатыр. Сондықтан да бауырлар, бейжай қарамаңыздар. Маяхата с краю, мен үйіме су келмеді деп жатудың қажеті жоқ. Егер Оренбургтан келе жатқан су 2 күнде Орал қаласына келген кезде сіздерге минимум қауіпті айтайын. Минимум мына суреттерін шығарамын. Осы Жайық өзенінің бойында тұрған ауыл аймақтарды толықтай су басады. Егер сіз сол жерде тұрсаңыздар, срочно эвакуационный пунктқа барыңыздар. Ал ең максимум қауіп Орал және Атырау қалаларын толықтай су шайып кету, басып алу қаупі болып тұр. Құлсары қаласын 7 минутта толықтай су басып алды. Енді мына Ириклинский водохранилищеден келе жатқан су басып алатын болса, одан да тез, одан да жылдам және одан да үлкен ущербпен келуі мүмкін. Сондықтан да бейжай қарамаңыздар. Алла сақтасын, дұғада болайық. Бұл видеоны жан-жаққа таратып қойыңыздар, репост жасаңыздар. Қандай қауіп келе жатқанын халық білсін.